Қалайсыз өзіңіз? Денсаулығыңыз жақсы ма? Жақсы болады. Сол балалар 20 жылдан кейін мынау 20 жыл жасап жатқаннан кейін бір естелік болсын деп кішігірім бір 5-10 минуттық кадр алайық деп келіп жатқанымыз ғой. Ұмытпай, елеп, келсіңдер, бұған да шүкір айналайын. Рахмет. Ана Қыдырбайдың Бейбіт деген баласын оқытқан. Сол, мен класстамыз, бір класстамыз, иә. Білген бе жоқ, параллельный класс. Мен Бейбіттің классында оқығам. Сіз оқытқансыз. Класс жетекші болғансыз. Иә. 9-шы класстан ақ көрініп бір нәрсе ғой, 9 жыл жетекші болдым ғой. Иә, бізде 9-да лицей класс ашылды. Сөйтіп бізді бөлім кетті. Рахмет сендерге. Басқа уақытта түгел болмайтын еді да. Сол комиссия келген күні бірінші сабақта түгел болған ғой бәрі. Үстіде бұлар, астыда бізде. Рахман қоймайды. Рахман ағадан бақуат па, енді ауылда көріп тұрасыңдар да. Ауылда ғой, пенсияға. Рахмет айналайындар. Сендерің сау болсын. Бізді сыйласыңдар, сендер Құдай сыйласын. Иә. Папа, мамаларың бәрі аман болсын, ештеріңде бақытты болыңдар. Жалпы оқушыларыңыз есіңізде ма? Бір естелік болсын. Есімде жоқ, бірен саран. Бұзық балалар болса, айдыңыз, мына бала бұзық болып Сені енді еттіңіз. көріп есімдесіз. Ана Бейбітті ұмытпаймын әйтеуір. Бейбітті ма? Есімде қалған. Баяғы да бірінші коммунаға келгенде оқытқан Әбдәлиева Айман. Ұмытпаймын. Бұдан ұлпандарынан оқыған табыр. Сондай есте да. Көрсем есіме түседі бұлайша. Мен бұрынғыдай емеспіз ғой, айналайын. Дұрыс қой, түсініп отырып апа, сол сізді құрметтеп, білім бердіңіз, апайларымызды іздеп сол классқа келіп жатқанымыз. Қысқа нұсқа, мына апайыңа кішігірім неңді айтып жібер. Мына апайыңыз танып отырсыз, мына Бейбіт мына. Бейбіт. Бейбіт емес. Иә, Бейбіт деп жатқан балаңыз осы. Қазір кімді айтсаң сол деп қалайтындар. Кейін аман болсын. Жақсы. Гүлжахан апайды танып отырсың ба? Понимаю, конечно, мен ондай Қызда папасына келеді ғой. Денсаулығыңыз жақсы ма? Жақсысыз ба дейді, денсаулық жақсы ма дейді. Жақсы, жақсы, аман есен. Айта бер. Жүз жазаңыз. Өздерің қалайсыңдар, ештерің аман есен ба? Жақсы, шүкір, аманшылық барлығы. Аман болыңдар өйтіп. Міне осы балаңыз Бейбіт. Ауылда ма бұда? Бұл Астанада бұл. Мейлі қаяқта болса да аман болсын. Тоқайдың замы. Рахмет. Жақсы, аманшылық отырмын. Алла өмір жатыңыз жатсын. Өміріңізге береке берсін. Қайда болса да аман болыңдар ойнап. Бала-шағаңыздың қызығын көріңіз. Рахмет айналайын. Апай бізді еске алып жатыр ма? Сен басқа сені жақсы таниды екен. Қарақұл Бейбіт дегені. Сол көшеде тұрамын ғой енді мен. Бұлдай бір жақсы ғой, өмірді есте қалады айналайын. Иә. Дұрыс айтасыз. Біз сыныптастар 50 жылдық кездесіп өттік. Соңғы оқыған. Одан институтта оқығандар 40 жылдық бір өткіздік, 50 жылдық бір өткіздік. Жақсы екен бірақ. Бәрін еске албайды. Иә. Көріп алып. Не ғой енді, уақыт. Аман болыңдар, қайда жүрсіңдер. Қайда жүрсеңдер де аман болыңдар айтты. Дендерің сау болсын, бір Алла өз қолдасын айналайын. Осы жұптарың жазбаңдар. Класстас бола ма, курстас бола ма, бәрімен ынтымақты болыңдар. Достарыңмен ынтымақты болыңдар. Достарлар әртүрлі ғой енді. Барлығың адал дос болыңдар бір-біріңе. Адал дос, амал дос деп жазады ғой. Алайым адал болыңдар бір-біріңе. Кейбір достарың жаңағы туысқаннан жақсы болады. Жақсы дос. Өмірде болып жатыр ғой, сондай дос болыңдар айналайын. Жұптарың жазылмасын. Рахмет. Үйге келіп, шақыру беріп отқандарыңа. Ата-аналарың сендердің рахаттарың, сендер ата-ананың құрметтеп, рахатқа бөлеп жүре беріңдер айналайын. Бала-шағаларың аман болсын. Қайда жүрсеңдер де аман болыңдар. Рахмет апай. Осының бәрі денсаулықтың арқасы, ата-ананың арқасы, өздерінің жақсылықтарының арқасы әйтеуір. Ынтымақты болыңдар. Бата беріңіз, сонымен тұрайық. Ләз болса тамақ ішкендеріңді болады. Не тілесеңдер, ниеттерің қабыл болсын, дендерің сау болсын, аман болыңдар, дастархандарың мол болсын, достықтарың жаңағы арта берсін,
қайда болса да аман болыңдар, бір алла жаңағы жортқанда жолдарыңды берсін, бәрің ынтымақты болып, ең жаманы осындай дастарханда бас қосып жүре беріңдер. Рахмет айналайын. Біздің жасымыз бере берсін.